Сенбі, ақпанның 4-інде Алматы қаласында өтетін 28-ші қысқы универсиаданың кестесіне шолу. Керлингтен ерлер және әйелдер командалар арасындағы топтық кезеңдегі ойындары. Алматы арена мұз сарайы. Басталуы сағат 9:00-де, 14:00-де және 19:00-де. Мәнерлеп сырғанау. Алматы арена мұз сарайы. Сағат 14:00-де биші жұптардың арасындағы жүйріктер анықталады. 17:00-де ерлер арасындағы қорытынды. Конькимен жүгіру спорты. Медеу мұз айдыны. 11:00-де әйелдер арасындағы 1000 метрлік қашықтық. Ал 13:00-де 10 шақырымдық қашықтықта ерлер жүгіреді. Тау шаңғы спорты. Ерлер арасындағы гигант слалом. Шымбұлақ тау шаңғы курорты. 10:00 алғашқы талпыныс. Екіншісі сағат 13:00-де. Шаңғымен жарыс. Ерікті жүріспен аралас командалы спринт. Алатау шаңғы биатлон кешені. Квалификациялы таңдау 11:00-де басталады. Ал 13:00-де финалды жүгіріс. Ұшатын шаңғышы ерлер мен әйелдер аралас эстафета өткізеді. Сұңқар халықаралық шаңғы трамплиндері кешенінде. 18:00-де. Топтық кезеңнің соңында ерлер хоккей турнирінің плей-офф қатысушылары анықталады. Халық арена мұз айдынында 12:30-да 9-12 орындар үшін таласқа түсетін командалар кездеседі. Алғашқы екі ширек финалды жұп 16:00 және 19:30-да кездеседі. Осы ойындардың қатысушылары туралы ақпаратты универсиаданың ресми сайтынан 3 ақпанда 22:00-ден кейін іздеңіздер. Әйелдер арасындағы хоккейлік турнирде жартылай финалға шыққан жұптар кездеседі. Балуашолақ атындағы спорт сарайының негізгі хоккейлік аренасы. 16:30-да Канада және Америка құрама штаттары командалары жолығады. Ал 20:00-де Қытай және Ресей құрамалары арасында кездесу өтеді. Назар аударыңыздар. Ауа райының қолайсыз болуына байланысты кейбір жарыс түрлері резервтік күндерге ауысуы мүмкін. Толық ақпаратты универсиаданың ресми сайтынан ала аласыздар.